Өткізгім келеді сені менен көп болсам жолым. 12 айдың әрбір күні, 24 сағатының әр минутын босқа жібермей тіпті бір секундын. Сені менен көп болсам жолым. 12 айдың әрбір күні, 24 сағатының Жоқ. Мен күлте баяғы тарихтан мұғалімі. Өзім жайлы көп айта бермесем де, өзім жайлы тиктокқа, статусқа көп видео сала беретін, біреуге біртүрлі көргенімен өзіме қатты ұнайтын адамдардың бірімін. Ендеше кеттік. Мен заманауи педагогпын. Қазіргі білім беру жүйесі үнемі жаңарып, дамып келеді. Заман талабы мұғалімдердің тек білім беру ғана емес, баланың жеке дамуына бағыт беруші, кеңесші, қолдаушысы болуды талап етеді. Заманауи педагог болу бұл оқушыларға тек теория үйрету емес, олардың ойлау қабілетін дамыту, шығармашылықпен жұмыс істеуге жетелеу. Мен шәкірттерімді тыңдай отырып, олардың қызығушылығын оятуға тырысамын. Әрбір сабақта жаңа технологияларды, заманауи әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушыларды еркін ойлауға, өз пікірін айтуға ойлаймын. Заманауи педагог үшін басты құндылық оқушының ішкі әлемін түсіну, оның дамуына жол ашу. Әрбір оқушының қабілетін танып, сол бағытта жетелеу мен үшін үлкен міндет. Мен өз жұмысымды, цифрлық ресурстарды, интерактивті платформаларды, топтық жұмыстарды жиі қолданамын. Сонымен қоса, гитарада ән айтқанды бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнап күлгенің, бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Домбырада күй тартқанды аптасында 2 рет волейбол ойнамасам, арасында баскетбол ойнамасам, көңіл-күйім дұрыс болмайды. Заманауи педагог болу бұл үнемі ізденіс, үздіксіз даму, жаңаға бейімделу. Тек осылай ғана шәкіртке сапалы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеуге болады. Мен өз мамандығымды мақтан етемін. Себебі келешек бүгінгі шәкірттің қолында. Армысыздар көрмен қазыларым, сайыскерлер сайыста сыныр бағын. Кетейін мен өзімді таныстырып, көрермен қошеметпен қабыл алғын. Мен ұстазбын, жұмыскер жай адамын. Жас өренге мейірімі бай адамын. Космос ашқан жанкешті болмаған мен ұстаз деген атаққа сай адамын. Ой түзейді жасұлан маған қарап, бой түзейді жасұлан маған қарап. Шәкірт пікір ұштайды мен арқылы, сондықтан да төтенше маған талап. Балаға мен әрқашан сая жаймын, асыл бойымда бар аямаймын. Өренде қан құям жүрегіне, бағуандай үл күткен аялаймын.
ұландарым, ұятым, ар намысым, бала менің қуатым, алданышым, өткен түнім, ұйқысыз күлкісіз күн, жас өрені қанатты арман үшін. Ізденісім, еңбегім, тебіренісім, ақыл ойым, жігерім, жемісім, бәрі дағы балаға оқушыма, ұстазды сонымнан ерген үшін. Әділқазы алқасы армысыздар, бейнебір жауаптығын қармысыздар, жігіттерге әділ баға беретұғын, әділеттен жаралған жамбысыздар. Көп айтып өз жайымда не қылайын, өнерімен одан да тәнті қылайын. Кішіге үлгі, үлкеге өнеге боп, сахнаның төрінде сән құрайын.